Күнде қияр жесеңіз ағзада қандай өзгеріс болады? Қияр суға ең бай көкөністердің бірі. Оның 95%-дан астамы су, ал қалған бөлігі ағзаға өте пайдалы дәрумендер мен минералдардан тұрады. Күн сайын қияр жесең ағзада мынадай өзгерістер болады. Ас қорыту жақсарады. Қиярдың құрамындағы талшық ішектің жұмысын қалыпқа келтіреді. Күнделікті тұтыну іш қатуды азайтып, ас қорыту жүйесін жеңілдетеді. Ағзаны ылғалдандырады. Қияр табиғи су қоры, әсіресе жаздың ыстығында ағзаны сусызданудан қорғайды. Су тұз теңгерімін қалыптастырады. Жүрек пен қан тамырына пайдасы. Қияр калийге бай. Калий қан қысымын реттеуге көмектесіп, жүрекке түсетін салмақты жеңілдетеді. Қанды тазартады. Қиярдағы артық сұйықтықты шығаратын қасиет бүйрекке жүктемені азайтады. Ол ағзадан тұз бен уытты заттарды шығарып, қанды тазартады. Артық салмақтан сақтайды. Қияр өте төмен калориялы тағам. Көп жесең де семіртпейді. Қарын тоқ болғанымен дене салмағын арттырмайды. Дәрумендер көзі. Қиярда С дәрумені, К дәрумені, магний, марганец, биотин бар. Олар иммунитетті күшейтіп, сүйек пен тырнақты қатайтады, теріні жасартады. Көз бен теріге пайдалы. Қиярдағы антиоксиданттар көздің шаршауын азайтады. Бетке қияр қою халықтық әдіс. Ол теріні сергітеді, ісікті басады. Ми мен жүйке жүйесіне әсері. Қияр құрамындағы магний мен В дәрумендері жүйкені тыныштандырады, ұйқыны реттеуге көмектеседі. Артық қияр жесе не болады? Қан қысымы төмен адамдарға көп қияр жеу әлсіздік тудыруы мүмкін. Асқазаны сезімтал адамдарға қышқылдық артуы ықтимал. Қорытынды. Күнде қияр жеу ағзаны жеңілдетіп, ас қорытуды жақсартып, жүрек пен бүйрекке пайдасын тигізеді. Бірақ мөлшерін білу керек. Күніне 2-3 қияр жеткілікті. Міне құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашы, оп-оңай ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.